Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге маклюбе тамағын жасайтын боламыз. Маклюбе қазіргі таңда ерекше тағамдардың бірі. Рецепт ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен етті орташа ұсақ етіп турап аламыз. Менде қақталған жылқының еті болғандықтан етті жуып, әдейі жібітпей қатты күйінде турап жатырмын. Сол кезде етіміз өте үлкен немесе өте ұсақ болып кетпейді. Ал енді турап алған етімізді қызып тұрған майға орташа отта 15-20 минуттай қуырып аламыз. Осы жерде ең маңыздысы еттің әбден асықпай ұзақ қуырылғаны. Сонда ғана маклюбенің дәмі ерекше дәмді болып шығады. Ет қуырылғанға дейін қалған ингредиенттерді дайындап аламыз. Пияз, картоп, сәбізді жақсылап видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Картоп өте жұқа болмау керек және өте қалың болмау керек. Себебі күріш піскенге дейін картопымыз езіліп кетуі мүмкін, немесе піспей қалуы мүмкін. Сол үшін орташа етіп, орташа қалыңдықта турап шығамыз. Ал сәбізді картопқа қарағанда жұқалау етіп тураймыз. Әйтпесе қатты болып қалуы мүмкін. Мен осылай қағаз майлықтың, яғни салфетканың үстіне барлығын кептіріп шығамын. Сол кезде картоп пен сәбіздің суы құрғап, майға салған кезде майы шашырамайды. Пиязды міндетті түрде осылай мен көрсеткендей етіп, видеодағыдай дөңгелек етіп тураймыз. Егер ұсақтап турайтын болсақ, етіміз қуырылған кезде қазанға жабысып қалуы мүмкін, немесе күйіп кетуі мүмкін. Ет 20 минутта толық қуырылып болды. Енді үстіне кішкене ғана дәміне қарай тұз сеуіп, және қайнаған судан құйып, орташа отта тағы да қайнатамыз. Енді сәбіз бен картопты қуырып шығамыз. Мен бірінші сәбізді, сосын барып картопты қуырамын. Сол кезде картопымыздың түрі сарғыш, әдемі болып шығады. Осы аралықта пайдаланып, күрішімізді алдын ала жуып қоямыз. Сол кезде күріш жұмсарып, жақсы тезірек піседі. Мен осында 200 граммдық кішкене кесемен 3 кесе саламын. Сіздер қазандарыңыздың үлкендігіне қарай 2, 3 немесе 4 кесе салсаңыздар болады. Егер қазаныңыз тым кішкентай болса, көп салмағандарыңыз дұрыс. Себебі күріш піскен кезде үлкейіп, толып кетуі мүмкін. Маклюбеге көбіне алюминий қазан пайдаланбағандарыңыз дұрыс, себебі ол өте жұқа, сол себепті ет жабысып немесе күйіп кетуі мүмкін. Барлығын осылай екі бетін кезек-кезек алмастырып қуырып шығамыз. Міне барлығы дайын. Пісіп тұрған етімізді осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Мен қазанды тазаламай, жай ғана үстіне кішкене сұйық май құйдым. Сосын пиязды толығымен қазанның түбіне жайып шығамыз. Үстіне жаңаға етімізді, сосын сәбізді, картопты салып, аз ғана тұздан сеуіп қоямыз. Ең соңында жуылған күрішті салып, үстіне тұз бен дәміне қарай бұрыш себеміз. Қайнап тұрған су құямыз. Суды күріштен 1 немесе 1,5 сантиметр асырып құямыз да, орташа отта 30-35 минут пісіреміз. Пісіп жатқан кезде қақпағын ашпаймыз, тек қана 25 минуттан кейін ашып көрсеңіздер болады. Ол тек қана суы құрғап кетпеді мекен деген мақсатта ғана ашсаңыз болады. Ал негізі ашпай 30-35 минутта пісірсеңіз, картоп те, сәбіз де, күріш те міндетті түрде піседі. Маклюбеміз пісті. Оны осылай арнайы маклюбеге арналған табаққа салып, жан-жағына қалаған салатыңызды қойсаңыздар болады. Бірақ қызанақ пен қиярдан жасалған салаттар міндетті түрде дәмді болады. Сосын айранымызды құямыз. Маклюбеміз дайын.
жасап көріңіздер, дәмі ерекше тағам. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған сымбатты асхана.